Құрметті халайық, қуанышты жаңалық. Мемлекеттік кеңесші Тоқаевтың ең сенімді адамдарының бірі, Тоқаевтың жанында жүрген мемлекеттік кеңесші Ерлан Кариннің өзі Қазақстанда мемлекеттік тіл тек қана қазақ тілі, одан басқа мемлекеттік тіл жоқ деп айқын түрде, ашық түрде айтты. Алдымен мемлекеттік кеңесшінің не айтқанын оқып берейін сіздерге, содан кейін тақырып тарқатып айтатын боламыз. Мемлекеттік кеңесші былай дейді: жаңа конституцияда мемлекеттік тіл мәселесі ешқандай күмән тудырмайтындай етіп айқын жазылған. Атап айтқанда, жаңа жобада конституциялық құрылыс негіздері бөлімінің 9 бабының 1 тармағында Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі қазақ тілі деп нақты белгіленген. Бізде мемлекеттік тіл біреу ғана, ол қазақ тілі. Өзге мемлекеттік тіл жоқ деді. Құрметті халайық, көріп отырсыздар, мемлекеттік кеңесшінің өзі осындай мәлімдеме жасады, ашық айқын түрде. Қазақстанда мемлекеттік тіл ол біреу ғана, ол қазақ тілі, және одан басқа ешқандай мемлекеттік тіл жоқ. Бұл ашық айқын түрде айтылған мәлімдеме. Құрметті халайық, бұл жаңалықты бүкіл таныстарыңызға таратып жіберіңіз.